Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Есімім Гүлшан. Тақырып морфология, сөз құрамы. Морфология сөз және оның формалары туралы ілім. Морфология сөз құрамы мен сөз таптарын зерттейді. Біз сөз құрамын қарастырайық. Қазақ тіліндегі сөздер түбір және қосымшаға бөлінеді. Сөздің мағына беретін бөлшектенбейтін ең түпкі бөлшегі түбір деп аталады. Мысалы, апа, әже, кітап, сөз, тағы да басқа сөздер. Сөздің түбіріне қосылып, оған қосымша мағына істейтін бөлшек қосымша деп аталады. Мысалы, басшы деген сөзді алсақ, түбірі бас, шы бізде қосымша. Мектепке деген сөзде түбірі мектеп, ке деген уже қосымша. Үйлер деген сөзде түбірі үй, лер қосымша, тағы да басқандай сөздер. Сөздер морфологиялық тұлғасына қарай дара сөздер, күрделі сөздер болып бөлінеді. Дара сөздер бір сөзден құралған, яғни негізгі сөз және туынды сөз. Негізгі сөз ол бір түбірден құралған сөздер. Мысалы, сен, бала, апа, тас деген сияқты. Туынды сөз, яғни жұрнақтар арқылы құралған сөздер. Мысалы, балгер деген сөзде түбірі бал, гер, жұрнақ. Достық деген сөзде түбірі дос, тық ол жұрнақ. Шегеле деген сөзде шеге түбірі ле, ол жұрнақ. Яғни түбір сөзге жұрнақ қосылу арқылы туынды сөз шықты. Келесі күрделі сөздер кемінде екі түбірден жасалып мағынаны білдіретін сөздер. Біріккен сөз, қос сөз, қысқарған сөз және тіркескен сөз. Біріккен сөз екі немесе одан да көп сөз бірігіп, бір ұғымды білдіретін және бір сұраққа жауап беретін сөздер. Мысалы, тасбақа, түйеқұс, талдықорған, яғни тасбақа дегеніміз, яғни екі сөзден бірігіп тұр. Келесі қос сөз. Сөздердің қосарланып немесе қайталанып айтылуынан жасалған сөз. Мысалы, бір-біріне, көзбе-көз, ата-ана. Қысқарған сөз. Күрделі атаулардың қысқартылып жазылған түрі. Қазму, қарму, тымыды деген сияқты сөздер. Келесі тіркескен сөз. Екі немесе одан көп сөздер тіркесіп келіп бір ұғымды білдіретін күрделі сөздің түрі. Мысалы, Астана қаласы, ұзын бойлы, түні бойы. Жұрнақтар түбірден кейін тұрып жаңа сөз тудыратын қосымша жұрнақ деп аталады. Жұрнақтар сөз тудырушы және сөз түрлендіруші болады. Сөз тудырушы жұрнақтар өзі жалғанған сөзге лексикалық мағына тудыратын жұрнақ сөз тудырушы жұрнақ деп аталады. Мысалы, әнші, замандас, жерлес, белдік, еріншек деген сөздер. Әнші деген сөзде түбірі ән, ші сөз тудырушы жұрнақ. Замандас, түбірі заман, дас, жұрнақ. Жерлес, түбірі жер, лес, сөз тудырушы жұрнақ. Белдік, түбірі бел, дік, жұрнақ болады. Еріншек деген сөзде түбірі ерін, шек, сөз тудырушы жұрнақ болып есептеледі. Сөз түрлендіруші жұрнақ. Өзі жалғанған сөзге сәл де болса жаңа мағына үстейтін, бірақ негізгі лексикалық мағынасын өзгертпейтін жұрнақ сөз түрлендіруші жұрнақ деп аталады. Мысалы, үйшік, түбірі үй, шік, жұрнақ. Кітапша, түбірі кітап, ша, сөз түрлендіруші жұрнақ. Қалашық, түбірі қала, шық, сөз түрлендіруші жұрнақ. Ағатай, түбірі аға, тай, сөз түрлендіруші жұрнақ. Жалғаулар. Сөздерді бір-бірімен байланыстырып, оларға грамматикалық мағына үстейтін қосымша жалғау деп аталады. Қазақ тілінде 4 түрлі жалғау бар. Көптік жалғау, тәуелдік жалғау, жіктік жалғау және септік жалғау. Көптік жалғау лар, лер, дар, дер, тар, тер. Мысалы, аналар, дәптерлер, адамдар, мұғалімдер, ағаштар, есіктер, тағы да басқа. Тәуелдік жалғау. Жекеше түрі бірінші жақ.
ын. Екінші жақ аң, ың. Сыпайы түрі ыңыз, іңіз, іңіз. Жіктік жалғау. Жекеше түрі бірінші жақ мын, бын, пын, мін, бін, пін. Екінші жақ сың, сің. Сыпайы түрі сыз және сіз. Септік жалғау. Атауда жалғау жоқ. Ілік ның, нің, дың, дың, тың, тің. Және барыс септік ға, ге, қа, ке, на, не, а, е. Бүгінге осы. Назарларыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп қойыңыздар.